осы өскен кезде әкең сияқты боласың ба? Жоқ. Неге? Әкем жаман. Ол жаңа сізді ұрды ғой. Мен өскенде өйтпеймін. Құлыным-ай. Айналайын. Білесің бе? Әкең ilgeride тамаша жан еді. Бала кезінде мен үйде болмасам ас ішпейтін. Ал өскен кезде бар жасайтын істерін менімен ақылдаспай жасамайды. Жалпы бар жанұямыз берекеге толған болатын. Бірақ сенің анаң біздің үйімізге келін болып келген бері берекеміз кетті. Әй, Сәпіш! Не істеп отырсың? Жатпай, әжеңді Мам, жатам, қыз, жатам, мам, жатам. Қош, демеші балаға. Ай, мам. Қош. Я тыңдамайсың. Ертең сені де ана әкең сат менен алыстатып жібереді. Балалардың қызғанатындары бар. Немелеріне үйленеді осы. Әй, Сәпіш! Жат дедім ғой мен саған. Ой, жатам, қыз, жатам, ал, жатам. Осы әйелді-ай, берекемізді кетіріп. Апа, не болды тағы да? Не болды? Не жетпейді осы екеуіңізге? Таң атқаннан бері ұрсып жатқандарыңыз жетер. Мынау ел жұрттан ұят емес пе? Біреуіңізде бір кешірімшілік жоқ. Ол да адам баласы емес пе? Кішкене болсын бауырыңызға басып, екем десеңіз қайтеді? Онсыз да үйдің әбден берекесін кетіріп болдыңыздар. Сен бе маған береке жайлайтатын? Сен бе маған береке жайлайтатын? Ей, сен осы береке не екенін білсең, ана әйеліңнің сөзіне еріп, мына маған шешеңе қолын көтеретін бе едің? Қол көтергенде сапа. Тарт қолыңды, кіргенсіз. Береке дейді ғой, ұят дейді ғой. Ей, сен осы әрдайым жас болып қала берем дейсің бе? Сен де менің жасыма келерсің. Сонда сенің бала-шағаң саған осындай опасыздық жасаса, сен қандай күйде болатын едің? Білесің бе, өмір алма кезек. Әрине, ешбір ата-ана өзінің баласына жамандықты тілемейді. Бірақ Құдайдың құдіреті мықты. Әлі-ақ алдыңа келер. Жоғалт көзіңді, көзіме көрінме. Береке дейді ғой, ұят дейді ғой. Алла, не істедім мен, не жаздым? Апа! Құлыншағым. Ой. Шабам, шабам. Ей, жеңешем менің. Алтындай жеңешем. Қалайсың ей? Амансың ба? Жаным. Қалай жағдайың жеңешем? Ой, жақсы. Қалайсың? Ей, Сәпіш! О, ата! Сары балапаным. Екінші қолыңды берсеңші. Мә! Ей, жаным әшейін менің. Кән. Мен саған қара. Мен саған кәмпит алып келдім. Мен кәмпит жемеймін. Неге? Апам айтқан тісің ауырады дейді. Ой, тісің ауырмайды. Атам айтты деме. Жарайды. Ауырмайды тісің, е? Жарайды. Рахмет, ата. Тісім ауырмайды ғой. Ауырмайды. Ауырмайды, ә? Ауырмайды, жаным. Тісім ауырмайды ғой. Ауырмайды деймін, Сәпіш. Жарайды. Ей, жаным. Қалайсың жеңеше? Қалай жағдай? Не дейін саған енді? Не болды? Қалай ойлайсың? Сол баяғы жеңіс па? Иә, сол баяғы жеңіс. Жеңеше, болмаса сол жеңісті келін екеуін менің қолыма бер. Көнеді екен оған. Ой, көнбей қайда барады? Әзірге біздің үйде тұра тұрсын. Балалар да жас.
Олар өсем дегенше жеңісті жұмыс тауып, үй сатып алар. Болмаса жеңіске өзім айтайын. Сөйтейін ба? Ой, Жеңіс! Ой, Жеңіс! Оу! О, ассалаумағалейкум. Кел мұнда. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Жеңіс, бүгіннен бастап ауылға барасыңдар. Ауылда тұрасыңдар. Ауылға? Иә, ауылға. Тыныштық па? Сендерге келін екеуіңе жұмыс таптым ауылға. Иә? Бар келінге айт, сабышқа айт, жинауыңдар. Апам барсың? Апаң рұқсатын берді. Апаң рұқсатын берді. Болды. Тезет. Ешкілік күтем. Жарайды. Иә? Иә. Тезет, Жеңіс. Жеңіс. Сағып кеттің ғой өзің. Аяқтарым. Қандай екені көр. Енеңнің қадірін ел түсіндің бе сен? Сен білемісің, мен сенің сөзіңді тыңдап, жалғыз анама тіл тигіздім. Атына кір келтірдім. Үйдің үлкені болып, әке орнына әке болып, бауырларымды үй етер едім. Сен не істедің, а? Сен не істедің? Сен білемісің, біз жалғыз баламыздан айырып қалып, түсінесің бе? Жалғыз баламыздан. Еріктігіңді сылтау етіп, мына менің тауып келген азын аулақ тиынымды анамнан, бауырларынан тықтыртып, барлықта тәттіні алып жеді. Оншалықты сұм болар мен. Әттен кеш таныдым сені. Ертерек танығанымда ғой. Апамның оншалықты денсаулығы болмаса. Енді қай бетіммен барам ол жаққа? Сен де бармайсың. Өл осында. Әй, Жеңіс. Не болды? Не шумды? Келініңіз екеуміз ауылға қайтсақ па деп шештік. Бақыт болайын. Шыны керек, шешімдеріңе қуанып отырмын. Жеңгем де қуанып, ағамның да аруағы риза болып қалатын болды. Келін айналайын. Өмірді көрдің. Өмір мына біз ойлағандай оңай емес. Сен күйеуіңе, ата енеңе қалай қарасаң, Алла да саған солай қарайды. Сен күйеуіңнің өз бауырларынан қалай ажыратсаң, Алла да сені бауырларынан соншалықты ажыратады. Бұл ақиқат келін. Мен сендер жылатайын деп, немесе беттеріңе басайын деп айтып отқам жоқ. Мен де қыз өсіріп отырмын. Менің ақылымды әкем айтып отыр деп қабылда. Жалпы айтпағым, ертең барып алып, сол баяғы әдеттеріңе басып, оу, жеңгемді жылатып жүрмеңдерші әйтеуір. Иә? Ал Жеңіс, жолдарың болсын. Жарайды аға, рахмет сізге. Жолдарың болсын, Келінжан. Иә, мен кеттім. Жүрейін. Сау. Жалғыз
қадіріңізді. 8 жыл жаныңызда жүріп, мен 8 ай далада жүріп білдім. Апа, біздің барлық ісіміз қателікпен болған екен, кешіріңізші. Сіз бізге тек жақсылық тілейді екенсіз. Кешіріңізші. Кешірме, қайда кетем? Өз қолымды өзім қалай жабам? Қошеметтеріңіз алдарыңызда өнер көрсеткен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының болашақ актерлары